Сәлем, қайырлы күн оқырман. Күнделікті тағамнан жалыққан болсаңыз, онда дәл осы ресторандағыдай тамақты сіздер де жасап көріңіздер. Рецепті жоғалта алмас үшін каналыма подписация жасап, қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Алдымен жуып тазаланған туралған картоптарымызды қайнап тұрған суымызға салып, 3 минуттай уақыт қайнатып алатын боламыз. 3 минуттан кейін картопымыз қайнап шыққаннан кейін үстінен тұзымызды, паприкамызды және кішкене аздаған куркумамызды салатын боламыз. Және оның үстінен аздаған сұйық майымызды құйып, қолымыздың көмегімен жақсылап картоптарымызды араластырып алатын боламыз. Кішкене суытып араластырсаңыздар болады, не болмаса осылай ас қасықпен араластырып алатын боламыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін пергамент қағаз төселген естімізге осы картоптарымызды салып, пешімізде, алдын ала қыздырылған пешімізде 200 градусты 25-30 минут шамасында пісіріп алатын боламыз. Енді оған дейін начинка дайындайтын боламыз. Осылай қызып тұрған майымызға ұзынша ет туралған еттерімізді салып, кішкене қызартып қуырамыз. Оның үстінен туралған пияздарымызды салып, оны деп біраз уақыт қуырып алатын боламыз. Дәмі өте керемет болып шығады. Міндетті түрде осы тамақты жасап көріңіздер. Жасалу жолы аса қатты қиын емес. Үйде бар заттармен жасалатын керемет тағам. Дәл осы ұзынша ет туралған сәбізімізді салып, оның үстіне томат пастамызды, аздаған соевый соусымызды салып, оның үстінен осылай қара бұрышымызды және татымына қарай тұзымызды салатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Барлығын жақсылап араластырып, біраз уақыт қуырып алатын боламыз. Барлығын араластырып, біраз уақыт қуырып алғаннан кейін үстінен суымызды құйып, біраз уақытқа демдеп қоятын боламыз. Сол суымыздың көмегімен пісетін болады. Осылай бір бокалдай суымызды дәл видеодағыдай етіп құйып, қақпағын жартылай жауып қайнатуға қоямыз. Міне біздің подливамыз қайнап, жаймен дайын болып жатыр. Енді гарнирге осылай күрішімізді дайындап аламыз. Аздаған сұйық майымыздың үстінен жуып тазартылған күрішімізді салып, оның үстінен тұзымызды салып, жақсылап кішкене араластырып қуырып жібереміз. Сонан соң үстіне аздаған суымызды құйып, күрішімізден асып тұратын су болу керек. Солайынан суымызды құйып, қақпағын жауып, күрішімізді пісуге қоятын боламыз. Қақпағын жауып қоямыз. Міне осылайша пісіп шығады. Біздің күріштеріміз дана-дана болып, осылай күріштерімізді бірінші пиаланың көмегімен осылай легенімізге салып, ортасына начинкамызды, шеттеріне жаңағы дайындап алған картоптарымыз салып, бетіне өз қалауларыңыз бойынша укроп турап ұсынсаңыздар болады. Осымен біздің тамағымыз дайын. Рецепт ұнаған болса, міндетті түрде жоғалтылмас үшін каналыма подписация жасап, қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Алмагүл. Міндетті түрде менің каналыма кіріп, 250-ден астам менде үй жағдайында жасалатын керемет оңай рецепттер көп. Сол жерден қарап, түрлі тағам рецепттерін, пісіріктердің рецепттерін алып жасап көрсеңіздер болады. Осылайша жан-жағына қиярымыз бен огурцүйемізді сәндеп қоямыз. Міндетті түрде видеоны жоғалтылмас үшін каналыма подписация жасап, қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Алмагүл.